Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Балнұр. Бүгін сіздермен бір жасағаннан керемет болып шығатын блинчиктің рецептімен бөлісемін. Және де дәл осы блинчикпен өте керемет жұмсақ торт жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, дәл қазір менімен бірге жасап көріңіздер. Ең әуелі таза ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Ыдысымыз таза, құрғақ болу маңызды. Содан соң үстінен қантымызды салып жақсылап араластырамыз. Ең бастысы қантымыз еру керек. Миксерді қажет етпейтін тек қана венчиктің көмегімен жасай аласыздар. Сосын үстінен жылы сүтімізді құямыз. Салқын сүт қолданбаңыздар. Аз содамызды салып, тағы да араластырып аламыз. Сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін алдын ала електен өткізілген ұнымызды саламыз. Ұнның бәрін бірден салып жіберуге болмайды, түйіршік болып қалады. Сондықтан 2-3 бөлікке бөле отыра шетінен саласыздар. Ең соңында қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Іртік болмайтындай етіп. Міне бізде блинчиктің массасы осылай шықты. Қатты сұйық, қатты қою емес. Осы кезде алдын ала табаларыңызды жақсылап қыздырып алыңыздар. Сұйық май құйып, орташа отта пісіріп аласыздар. Блинчикке арналған табамен пісіріңіздер. Менде таба жоқ, сондықтан сковородкаға пісіріп алдым. Оның өзінде әдемі болып, ажурный болып пісіп шықты. Егер сіздердің блинчиктеріңіз мүлдем дұрыс шықпайтын болса, дәл осы рецепт бойынша барлығын дұрыстап өлшеп жасасаңыздар, бір жасағаннан блинчиктеріңіз өте керемет болып шығады. Енді крем дайындаймыз. Өте оңай дәмді крем. 20% қаймаққа сахарный пудраны салып араластырамыз. Одан соң құлпынайларды жақсылап жуып турап кремге саламын. Салу міндетті емес, тек қана кремнің өзін ғана жағып тортты жинауға болады. Бірақтан осылай жемістермен араластырсаңыздар, одан әрмен өте дәмді болады. Банан қоссаңыздар, дәмі тіптен керемет болады. Жалпы қандай жеміс түрлерін ұнатсаңыздар, соның бәрін қоса берсеңіздер болады. Менде банан болмай қалды, тек қана құлпынайдың өзімен араластырып жасай беремін. Міне қараңыздар, қандай әдемі блинчиктер шықты. Жоп-жұмсақ, нәзік. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Осындай кольцоға жинаймыз. Егер де сіздерде кольцо жоқ болса, тарелкаға жинауға болады. Осылай блинчиктерді қойып, үстінен крем саламыз. Кремді молынан салыңыздар, сонда құрғақ болып қалмайды. Дәл осылай блинчикті салып, кремін жағып, қайталап отырамыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте ерекше, дәмі ауызда ериді.
Осылай үстін жауып, қалауларыңыз бойынша сәндеуге болады. Міне осымен біздің өте ерекше дәмді тортымыз дайын. Холодильникке жарты немесе 1 сағатқа салып қойсаңыздар болады. Қалауларыңыз бойынша сәндей берсеңіздер болады. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Балнұр.